Қайырлы күн достар, сіздермен өте танымал вупи пай тортын жасаймыз және барлық құпиялармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен барлық заттарымызды өлшеп дайындап алатын боламыз. Шоколадымыз бен сары майымызды су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп аламыз. Бұл жерде ұн, разрыхлитель және какао. Какаоның сапасы жоғары болғаны дұрыс. Менде Малайзия деп аталатын какао барлық кондитерлік дүкендерде сатады, немесе Рахат фирмасының какаосын қолданыңыздар. Енді құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Ескеретін жайт, бұл жерде жұмыртқамыз бөлме температурасында болуы қажет. Енді осыған құмшекерімізді қосып, миксеріміздің көмегімен 2-3 есе ұлғайғанша, әппақ массаға енгенше жақсылап миксерлейміз. Егер менікі сияқты миксер қолдансаңыздар, 7-8 минут аралығында жақсылап миксерлеп алыңыздар. Және де үйдің жұмыртқасын қолдансаңыздар, үйдің жұмыртқасы кішкене кішірек келеді, ұнның да көлемін кішкене азайтыңыздар. 170-180 грамм ұн қоссаңыздар жетеді. Міне осындай әппақ масса болады. Байқасаңыздар, қан 2-3 есе осылай көтерілді массамыз. Енді осыған ерітіп алған шоколадымызды қосамыз. Шоколадты суытып қою маңызды емес, бірден де ерітіп алып қоса берсеңіздер болады. Осылай біркелкі масса болғанша миксерлеп жібереміз. Енді осы массамызға құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп қосамыз жай-жай. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Лопатканың көмегімен де осылай араластырып жіберетін боламыз. Міне біздің массамыз дайын. Енді пісіретін пергаменттерімізді дайындаймыз. Пергамент қағазы болмаса, мен сияқты осындай фольгаға да пісіре беруге болады. Диаметрі 24 сантиметрлік формамызға осылай пергаменттерімізді қысып, шет-шетіне бортик пайда болады. Осындай дайындап аламыз. Егер сіздерде пергамент болмаса, осылай фольга қолдансаңыздар болады, және формада болмаса, онда пергаменттің үстіне домалақ ыдыстың көмегімен сызып алып қолдансаңыздар да болады. Бізге осындай 4 дана қажет болады. Міне, енді массамызды теңдей 4 бөлікке бөліп құйып шығамыз. Мен көз мөлшерімен жасай беремін. Егер сіздер бірінші рет жасап жатсаңыздар, онда шыны ыдыстарына бірдей етіп құйып бөліп алсаңыздар болады. Немесе таразының көмегімен өлшеп теңдей 4 бөлікке бөліп барып осылай құйып аласыздар. Мен көз мөлшерімен 4,5 ас қасығынан бөліп құйып шықтым. Осы кезде пештеріңізді 180 градуста 10-15 минуттай алдын ала қыздырып қойыңыздар. Қызған пешке саласыздар. Пешті қыздырмай салып жіберетін болсаңыздар, сіздердің корждарыңыз көтерілмей қалады. Міне осылай барлығын теңдей қылып бөліп алып, енді кондитерский шпательді немесе мен сияқты асты тегіз затпен осылай біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Сол кезде сіздердің корждардың бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып кетпейді. Түп-түзу болып, теп-тегіс болып пісіп шығатын болады. Барлық қажетті ингредиенттерді мөлшерлерін описанияға қалдырып кететін боламын. Және де өте сапалы заттарды қолданатын болсаңыздар, торттарыңыз да дәмді болып шығатыны сөзсіз.
Бұл тортқа маргарин қолданбаңыздар. 72-де 5% немесе 82-де 5% майларды қолдансаңыздар өте жақсы болады. Міне осылай барлығын тегістеп дайындап аламыз да 180 градус қызып тұрған пеште 7-8 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Тоңазытқыштан жаңа шыққан салқын сливкиді ыдысымызға, салқын болу керек, ыдысымызда құйып, миксеріміздің венчигі де салқын, әрі су болмау керек. Осылай миксерлейтін боламыз. Егер де миксеріңіз менікі сияқты болатын болса, онда осылай мен сияқты сливкиді бөлек миксерлеп алғаныңыз дұрыс. Бұл жерде тек сливкиді осылай қоюланғанша миксерлейміз. Қатты да көп миксерлеп жіберуге болмайды. Сливкиміз іріп кетуі мүмкін. Осылай қоюлана бастайды. Миксерімізді венчигін алған кезде астқа қарай ағып кетпесе, ол дайын деген сөз. Енді бөлек ыдыста творожный сыр мен сахарный пудраны араластырып, біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Салқын болу керек барлығы. Енді осыны сливкелі массамызға қосып, біркелкі болғанша тағы да миксерлеп жібереміз. Жылдамдығы жақсы миксер болатын болса, онда салқын сливки, творожный сыр, сахарный пудраны бәрін бірге қосып, қоюланғанша крем жасап алуға болады. Міне біздің креміміз дайын. Енді лопатканың көмегімен де осылай тағы да араластырып жіберетін боламыз. Ішіндегі сақталған ауалар шығатын болады. Міне біздің корждарымыздың барлығы пісіп шықты. Осындай теп-тегіс болып, суғаннан кейін барып қана осындай фольгамыздан ажырататын боламыз. Енді кремімізді кондитерлік мешокқа саламыз. Кондитерлік магазиндерде сатылады. Бас жағын 1,5 см көлемінде кесіп аламыз. Сөйтіп ішіне кремімізді салып дайындаймыз. Егер сіздер бірінші рет жасап жатсаңыздар, онда кремді өлшеп теңдей 3 бөлікке бөліп алыңыздар. Мен көз мөлшермен бөліп жасай беремін. Корждарымызға қараңыздар, шарикті алып келе жатамызды резко, тез, жылдам астыға қарай тартамыз. Міне, астыға қарай. Насадкасызда осындай шариктер шығаруға болады. Сіздерге түсінікті болу үшін жылдамдық қоспадым. Міне осылай барлығын шариктерін шығарамыз. Ортасына да кремімізді жағып, тегістеп аламыз.
қисық жерлері болса да кремдерімізді салып түзулетіп алуға болады. Екінші кожымызды саламыз. Байқасаңыздар, кождарымызды тегіс жағын жоғары жағына қаратып саламыз. Екіншісіне де осылай шариктің үстіне шарик түсірсеңіздер, торттарыңыз әдемі көрінетін болады. Үшінші кожымызды осылай жайғастырамыз. Астыңғы жағын үстіне қаратамыз. Сол кезде торттарыңыз тегіс әдемі болады. Тағы да осылай шариктерімізді орналастырып шығатын боламыз. Менде толық түспей қалыпты. Кешірім өтінемін. Енді соңғы кожымызды жайғастырып, үстіне ганашымызды құямыз. Шоколадымызды осындай сүт, сұйық май араластырып, су моншасында ерітіп алдым. Кішкене суытып барып құйып, осылай тегіс заттың көмегімен шет-шетіне жай түсіре отыра тегістеп шығатын боламыз. Басында шоколадымыз тегіс емес болып тұрған сияқты болып көрінеді, бірақ кішкене тұрғаннан кейін беті тегістелетін болады. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Егер де жазатын үстіне жазу жазғыларыңыз келсе, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып, беті кепкеннен кейін жазуды жаза беруге болады. Және де өз қалауларыңызша әрлейтін боласыздар. Дайын болған тортты тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып барып ұсыныңыз. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ақбота.